мен атым Атикаринова Диана, мен 9-г сыныптың оқушысы боламын. Менің жетекшім Айсұлу Тұрмаханова. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Бауыржан Момышұлының көркем шығармалары. Зерттеудің мақсаты мәдениет жазушының соғыс тақырыбындағы шығармаларына талдау жасау, көркемдік әлемін тануға ұмтылыс жасау, өзіндік ой қорыту болып табылады. Оның ішінде біздің басты назар аударғанымыз Бауыржанның жазушылыққа келуі, соғыс тақырыбын игерудегі көркемдік ізденістері, қалғаз кейіпкердің ішкі жан дүниесінің сырабын, психологиясын берудегі өзіндік қырарына әзер салу. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Белгілі әдебиеттанушы ғалымдардың зерттеу еңбектері мен мақалалары басшылыққа арнады. Сөйте отырып, қорғаушы тарапынан өзіндік ой қорыту, салыстыру жұмыстарын жүргізуде қорғаушы жұмысының негізгі нысанасы болып табылады. Жоба жұмысының қорытындылары мен тұжырымдамаларын әдеби шығармашылық үйірмелерде қолдануға болады. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, Ұлы Отан соғысының даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. Батыс майдандағы 16-шы армиясының 316-шы және батальон командирі. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етеді. Оның қаламынан туған өмір шындығының негізіндегі тамаша романы мен әңгіме повестері қарын оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналды. Олар бірнеше қайтара басылып шығарады. Бауыржан соғыс кезінде серігім, жазушыға, Қарыбек ағам, біреулерге, Омарбек, жарты мұны, ана тілін ардақта досыма, тарау атты өлеңдер жазған. 1952-1956 жылы офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, біздің семья деген алғашқы кітаптары жарық көрді. Екі тілде қатар жазған Қарам арды туындылары, стихия морады жастықтың сардарында, стихия тайги түлейдің ортасында, стихия преступность қылмыстың сардары, стихия нравы сарт сана мінез мерзім, стихия альпийская асқар таудың шын құзырында, перед бурей у нас тихо ысырап ардындағы бейқамдық.